Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сарматтардың саяси тарихы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сармат тайпасының халықаралық аренадағы орнын анықтау. Сарматтардың шығу тарихына тоқталайық. Сармат деген жұрттың аты көне дәуір авторларының еңбектерінде біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдан бастап кездеседі. Осы ғасырда сарматтар күшейіп, басқа тайпаларға үстемдігін жүргізе бастайды. Оларды тарихи деректерде алғашқы кезеңде біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда савраматтар деп атаған. Арал, Каспий аралығында, одан оңтүстікке қарай дақ тайпалары тіршілік еткен. Каспийдің жағалауларында каспийлер өмір сүрген. Каспий теңізін сол кезде Геркан теңізі деп атаған. Соған байланысты каспийлерді кейде герканилер деп те атайды. Сарматтардың ескерткіштері біздің жерімізде Батыс Қазақстан аймағында кездеседі. Батыс Қазақстан жерінде ерте темір дәуірі ескерткіштері өзен алқаптарында жақын орналасқан. Оның көпшілігі Жайық, Елек, Жем өзендерінің бойында. Бұл жақтағы обалар негізінен топырақтан, тастан немесе тас аралас топырақтан үйілген. Атырау облысының оңтүстік шығысындағы теңіз жағалауы аудандарында саз топырақтары, төмпешіктері бар. Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда қазіргі Батыс Қазақстан жерінің батыс аймағындағы жерлерді біртіндеп жаулап, Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жетті. Саврамат жөнінде грек, Рим тарихшылары Диодор, Үлкен Плиний, Полибий жазып кеткен. Саврамат, сармат тайпалары орталық Азия мен Қара теңіз өңірі мәдениеттерімен байланыстырылады. Көршілес Босфор мемлекетімен байланыс орнатып, алдыңғы Азия, солтүстік Кавказға, Парфияға жаулаушылық жорықтарын жасайды. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың хабарлауынша, савраматтар скиф тіліне өте жақын тілде сөйлеген. Қауымдағы ерлер мен әйелдер тең саналған, және савраматтар дақ массагеттермен, исидондармен туыстас келеді. Сармат деген жұрттың аты көне дәуір авторларының еңбектерінде біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда кездеседі. Осы ғасырда сарматтардың күшейіп, басқа тайпаларға үстемдігін орната бастаған кезең деп атауымызға болады. Оларды тарихи деректерде алғашында біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда савраматтар деп атаған. Сарматтардың ескерткіштері біздің жерімізде Батыс Қазақстан аймағында кездеседі. Батыс Қазақстан жеріндегі ерте темір дәуірі ескерткіштері өзен алқаптарында орналасады. Бұл жақтағы обалар негізінен топырақтан, тастан үйілген. Әсіресе Атырау облысының оңтүстік шығысында Сары Қамыс елді мекенінде сазды төмпешіктер көптеп кездеседі. Үстіртте зерттелген бәте, терең ескерткіштерінде адамды жерлеген орындармен қоса аруақтарға арнап ас беру, мінәжат жасау ғибадатханалары да көптеп кездеседі. Бүгінгі сабағымызды бекітуге арналған сұрақтарға назар аударайық. Өте жақсы. Сіздерге берілетін келесі тапсырма мәтіндегі бос орындарды толтыру. Жарайсыздар оқушылар. Сіздерге бүгінгі сабақты қорытындылай келіп, үйге тапсырма. Сармат қоғамындағы әйелдің рөліне қатысты ой толғау, әңгіме жазып келу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.